Сәлем достары, қазіргі таңда рекордқа әрбір адам кіре бермейтіні сөзсіз. Бірақтан кейбір адамдар рекордқа кіру үшін бар өмірін арнайды. Біз бүгін сіздерге рекордқа кіру үшін бәріне дайын адамдарды көрсететін боламыз. Бодибилдер, яғни күш көбейтетін дәрі арқылы рекордқа кіру. Бұл адам денесіне күн сайын дәрі салады, бірақ оған дәрігерлер қаншама рет ескертті. Алайда ол ешкімді тыңдамады. Сосын осындай өтірік күшімен елдің күлкісіне қалды және рекорд кітабына да енді. Бұл рекордшы бетіне көптеген тесіктерді жасатып танымал бола бастады. Және Гиннес кітабына да еніп үлгерді. Неге екені белгісіз, бірақ бұл адам әр қашанда алтыннан жасалған киімдерді киіп жүреді, ал кәдімгі киімдерді ұнатпайды. Ал енді мына рекорд адамның шыдамдылығына байланысты. Өйткені әр адам бірін-бірінің үстіне шығып, сосын тікенге жатып 5-6 секунд шыдау керек. Қандай қорқынышты екенін міне көріңіз. Бұл рекордты да қауіпті деп айтуға болады. Джордж есімді адам басымен көптеген мұздарды құлатты, өйстіп рекорд орнатты. Алайда қазіргі таңда оның рекордын ешкім жаңарта алмады. Рекорд. Барлығымызда тісімізді жуамыз, ал бұл адам тіс жуу пайдасыз, босқа уақытты құрту деп санайды. Сосын ешқашан тісін жумай Гиннестің рекордтар кітабына енді. Ал бұл адам ешқашан шашын кеспеген, не жумаған. Бұл адам Индияда шашы ұзын деген атпен танымал. Ал енді ойлап көріңіз, бір күн қолыңызды түсірмей жүрсеңіз не болады? Әрине қол шаршайды, алайда мына адам 37 жыл қолын түсірмей келген. Достар, осы рекордтардың ішінен сізге қайсысы ерекше болып көрінді? Комментарияға жаза кетіңіз. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, бұдан да біздің қызықты видеоларымызды жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абднұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.